Әрі қарай жалғастырамыз. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде шетелдік және қазақстандық жас ғалымдар арасында танымдық семинар өтті. Бұл жоба ақш пен Қазақстан университеттерінің ынтымақтастығы аясында жүзеге асырылуда. Аталған жобаның мақсаты қазақстандық жоғары оқу орындарында экология және қоршаған орта саласындағы білім беру бағдарламасын жетілдіру, сондай-ақ педагогикалық шеберлікті арттыру, сараптамалық білімді дамытып, тәжірибе алмасу. So this year, supported by American consuls. Мен осындай жобамен Қазақстанға екінші рет келіп отырмын. Бірінші кезекте Алматыда болдым. Бұл жоба америкалық елшіліктің қаржыландыруымен және қолдауымен жүзеге асуда. Аймақтық университеттерге арналған жоба. Бір жағынан аталған ғылыми жоба Арал теңізінің тартылуының әлемдік климатқа әсерін зерттеуге арналған үлкен мүмкіндік. Қазіргі таңда біздің басты мақсатымыз ақш пен Қазақстан университеттерінің арасында алтын көпір болу. One thing I should stress is that we developed this project with the idea. Бұл өте керемет жоба болды. Мен Қазақстанда бірнеше рет болғанмын, бірақ түрлі қоршаған ортаның проблемаларына қатысты осындай ауқымды көлемде жобаға алғаш рет қатысуым. Мұнда біз университеттегі қызметкерлермен түрлі далалық ғылыми жұмыстар жасадық, және де осы өңірдегі қоршаған ортаның жағдайы мен судың сапасына байланысты проблемаларды қозғадық. 10 күнге жалғасқан танымдық семинар Қызылорда аумағындағы далалық жұмыстармен жалғасты. ақш ғалымдарымен қатар еліміздің 9 университетінің жас ғалымдары белсене қатысты. Шапағат Торғай, Ғалымжан Қожақов, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.